Бүгін көретіндеріңіз, Түркияға қашты деген Бекболат Тілеухан Алматыда тойда жүр. Қайрат Сатыбалдының арты тынышталғасын, бұлар да елге қайтайын деді ме? Иншалла, ұшасыздар. Әншілер жарнамалаған компаниямен қажылыққа барамын деген қазақтар қадалып қалды. Дәлірек Каусар Travel деп аталатын туристік фирма Умраға барамыз деген азаматтардан ақша жинап алып, іздерін суытқан. Әдеттегідей бұл алаяқтарды біздің жұлдызсымақтар жарнамалаған екен. Каусар компаниясына соны басшылық етіп отқан Медет бауырымызға рахмет. Құдай қаласа қажылықта жолдайық. Осы компанияны таңдаңыздар. Бекболат бастаған аферистер жазалана ма? Дәл қазір анықтайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қалайсыздар қазағым? Жанның амандасуы өзгеріп кетіпті ғой деп ойлап отырсыздар ма? Жоқ, уайымдамаңыздар. Асыл арнаға айналып кеткен жоқпыз. Бұлай амандасуымның себебі бүгінгі санда дінді пайдаланып, пайдарас тірліктерін жүзеге асырып жүрген жауыздар жайлы әңгіме қозғамақпын. Тек арнаға жазылып, қасында тұрған қоңырауды басып қойыңыздар, лүпілді де аямаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Алла разы болсын. Бітті кім көрінген қазағымды жеп тонап. Бұл тойымсыз нақұрыстар қашан енді жеп болады? Соның бірі Түркияға қашып кеткен арамзат. Танисыздар, 200-ді бұл Тілеухан Бекболат. Яя қасқыр мінез қазағым. Намазда тұрып елді қарғайтын, қатын алса кәрісін алмайтын. Назарбайдың артынан қалмайтын, Арон Атабектің кінәсіздігіне нанбайтын Бекболат Тілеуханды білесіздер, оның кейбір тірлігіне күлесіздер. Министр, жаңағы ішкі істер министрі болып тұрған Бауыржан Мұхамеджановпен осы кім үшін кездестім? Арон Атабек үшін. Сонда сіздіңше Арон Атабек дұрыс, бәрі заң бойынша заңға ештеңе болған жоқ. Яғни ол шаңырақ оқиғасының ұйымдастырушысы болып? Ұйымдастырушы ма, білмеймін, кісіні өлтіргенше мен енді қасында болған жоқпын. Маған дәлел келтірді. Мен өзім қоғамдық көмекшімді қорғадым, қорғаған жерде қой, оныкі қате болды. Енді негізі өлген адамның артынан осындай нәрсені көтеру сіздікі дұрыс емес, әрине. Бірақ мен сіздерден қашпай ақ қояйын. Керек болатын болса, ашығын айтым. Сол кездегі жасалған, сотқа жасалған байланысты нәрселердің бәрі дұрыс жасалды. Міне қиын кезде елден кетіп қалған, Түркияда тұрып жатқан Бекболат Тілеухан күні кеше Қазақстанға тығылып келіпті. Алматыда жасырын кездесу өткізген, тойға барған. Ұрының арты қуыс демекші, енді сұрақ. Бұл неге келді? Не мәселемен? Бұлар Қазақстанға келді десе, қорқатын болдық қой, құрысын, тағы бір дүрбелең басталып кетеме деп. Менің ойымша Қайрат Сатыбалды жақында бостандыққа шығады. Мүмкін шығып та қойған шығар. Ал Тілеухан болса Қайраттың жуындысын ішіп жүрген күшігі ғой. Қожайыны шақырған шығар. Мүмкін Қайрат Тілеуханға бір тойға кіріп, әніңді айтып қызмет жаса деді ме? Бірақ ән дейтіндей бұл ұрлықшы ақшамен қоса әнді де ұрлап алып, өзімнің әнім деп айта береді екен ғой. Елім менің аңсаған, асқылаудан босаған, отты болсын отауың ой. Елім менің аңсаған, асқылаудан босаған, отты болсын отауың ой. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бекболат Тілеухан елімізге не себепті келді? Төменде міндетті түрде пікір жазып кетіңіздерші, мен оқитын боламын. Қалай болғанда да бұның Қазақстанда не істеп жүргені тек бір Аллаға мәлім. Алла демекші, қажылыққа бару әр мұсылманның парызы. Ал осы парызды орындаймын деп қарыз алып жүрген қазақтар көп. Қазіргі таңда дінді пайдаланып түрлі жауыздық жасайтындардың саны күн санап артуда. Оған мысал Шымкентте 5 парыздың бірін өтеуге ниеттенген бір топ азамат бір аптадан бері қасиетті мекенге ұша алмай жүр. Ал Турагент басшысының, яғни алаяқтың берген уәдесіне сеніп, Меккеге барғандар енді елімізге қайта алмай қаңғып жүр.
Бүгін 24 қаңтар 2023 жыл біз Мекке қаласындамыз. Қазақстан Республикасының 60 шақты азаматы 14-не және 17 қаңтар күні билет бойынша біз Шымкент қаласынан Медина қаласына тікелей рейспен ұшатын болғанбыз. Шымкент қаласында бізден мынандай шарт болды. Егер ұшақ кешіктіріліп жатыр, егер Мединада дәл сондай жағдай болса, қонақ үймен, тамақпен, гидпен проблема болса, біз бармай қояйық, ақшамызды бізге қайтарыңыз. Біз басқа компаниямен барамыз деген шарт қойғанбыз. Бірақ Каусар Travel компаниясының басшысы Медет мырза бізге Мединада бәрі тамаша дайындалған, былайша айтқанда ат басындай алтын бізге уәде берді. Ауыздары аңқиып қалған аңқау қазағым біріншіден арзан бағаға алданған және жұлдызсымақтардың жарнамасына сеніп қалған ғой. Каусар компаниясына соны басшылық етіп отқан Медет бауырымызға рахмет. Құдай қаласа қаржылықта жолда осы компанияны таңдаңыздар. Осылам. Машалла. Алла разы болсын. Келеді сразу сыйлық алады. Осы әнші-пәншілерге заң жүрмейді ме? Бұлардікі рахат, алаяқтарды жарнамалайды да, ең бастысы өздері қыдырып келеді. Артынан күнін әрең көріп жүрген қазағым жер сипайды да қалады. Жұлдызсымақтар әлгі жерде басын тартып ала қашып, менің кінәм жоқ, мен тек қана жарнама жасадым дейді де, ана Шрек деген кинодағы мысық сияқты көздері домалақтанып, ақмақ бола салады. Ойда жоқта. Осы өнерде жүрген өлімсектерге таң қаламынша, қазақты ақмақ санайды ма, әлде бізді басынғандары ма? Өздерің шешіп алыңдар, менің бұл тірлікке қатысым жоқ дей салады. Топастар, қара қазақ сендердің жасаған жарнамаларыңа сеніп, сендерге сеніп, осы жолдаманы сатып алған жоқ па? Қалай сендердің қатыстарың жоқ? Жарнама жасар алдында компанияны тексермейсіңдер ме? Өзара келісім шарт деген болады. Келісім шарт толтырмайсыңдар ма? Сендер үлкен жауапкершілікті мойындарыңа алып тұрсыңдар ғой. Сондықтан біздің құлақтан теппей-ақ қойыңдар. Білеміз сендердің қандай екендеріңді. Негізі осы Каусар Travel турфирмасына сеніп қалғандар белгілі айтыскер Айнұр Тұрсынбаеваны кінәлап отыр. Алайда Тұрсынбаева бұл компанияға жарнама жасамадым деп ақталуда. Өзім семьямен бардым, осы компаниямен өте жақсы болып қайттым. Бірақ мен бірден айтқам, Медетке айтқам, Медет, мен жарнама маған керек емес, жарнамаға тегін скидка керек емес. Мен Алланың үйіне баратқаннан кейін, өзім мына келінімді, бала-шағамды апара жатқаннан кейін, өзім адал ақымен барғым келеді деп айттым. Сол кезде міне уаллахи Аллах көріп тұр, өтірік болса маған айтты, Айнұр әпке, сіздің рекламаңыз маған керек емес деді. Өтірік айтқаныңыз қызық екен, Айнұр ханым. Ал мына жарнаманы қалай түсінуге болады? Өшіріп тастадым, ешкім көрмей қалады деп ойладыңыз ба? Аллахтың қалауымен мінекей мен Мекке қаласына тағы да келіп, өзіміздің кіші қажылығымызды отбасымызбен өтеп қайтып бара жатырмыз. Аллах тағала осы жерге келіп дұға жасауларын нәсіп етсін. Осы сапарды өзіміз Каусар Travel компаниясы бұрын білмегенбіз. Жаңадан ашылып жатқан компания өте жоғары деңгейде өткізді. Басқа компанияларға қарағанда бағасы өте арзан. Барлық қазақ халқына осылай адал қызмет істеп жүре беріңіздер. Тіпті Тұрсынбаева осы фирманың басшысы Медет есімді арамзаттың үйлену тойында болып, оған 3 бөлмелі пәтер сыйлаған көрінеді. Неткен жомарттық десейші. Қазақстаннан ба, әлде Турциядан ба? Қазақстаннан, бірақ орыстар тұрған десек. Қазағымды қаңғытып қадап кеткен Каусар Travel фирмасының бастығының толық есімі Медет Мұратбайұлы. Оңтүстік Қазақстанның тумасы. Ал енді Медеттің тұрмыс тіршілігі мен жағдайына қарап көрейікші. Неткен крутой автокөліктер. Жасы небәрі 26-дағы жас жігіт мұндай дүниені қандай ақшаға алды? Сіздер қалай ойлайсыздар? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Міндетті түрде оқитын боламын. Айтпақшы, алданып қалған бір әпкеміз Медетке былай депті: егер де менің ақшамды қайтарып бермесең, мен КНБ-да істейтін ағама айтып, сен Медет, сенің сазайыңды
тартқызам деген. Сондағы медеттің жауабы мынандай. Әпке, мен ол КНБ-дан қорқып отқаным жоқ. Мен өзім істегем сол салада. Бәрін беске танимын. Қазір ол ағаңыздың үстінен 2 рапорт толтырып жібере саламын. Без мотива іріткі жасап отырған үшін. Мен генерал Сағадат Нұрмағамбетовтың немересі боламын. Білуімше, КНБ-да істейтін адамдар білімді болушы еді. Медеттің жазғаны қате-қате ғой. А мен бұны қоса алмайтын білімсіз надандарды комитетке жолатпайтынын мен жақсы білемін. Негізі Медет Мұратбайұлының әкесі Мұратбай Нұрмағамбетов шынымен мемлекеттік қызметте істейді екен. КНБ-да емес әрине. Ол Шымкенттегі әдет ғұрып және салт дәстүр орталығы директорының орынбасары. Ұзынқұлақтардың айтуынша Медет Мұратбайұлы қамауға алынып, кейіннен босатылыпты. Ал енді сан соққан қазақтардың ақшасы қайтарыла ма, қайтарылмай ма, әзірге белгісіз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Менің ойымша, ешкімнің ақшасы қайтарылмайды-ау. Білесіздер ғой, елімізде әділдіктің жоқ екен. Десе де үмітсіз шайтан демекші, алданғандардың тілеуін тілей. Бүгінгі айтарым осы. Қасқыр мінез қазағым. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақ Бұзығы жобасы. Кездескенше күн жақсы.